Сәлем достар, жоқ, ассалаумағалейкум деп амандасайын, иә. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Міне көптен күткен алғашқы видеода YouTube-қа жүктелді. Бұл видеоны жүктемес алдын несін жасырайын, көп ойландым. Мүмкін мұндай форматтағы видео мүлде керек жоқ шығар. YouTube-та, интернетте мұндай видеолар өте көп қой. Керек адам сол жерден өзіне керектігін тауып, пайдалы ақпараттар алады ғой деп өзімді бірнеше рет тоқтаттым. Бірақ Америкада тұрып жатқаныма 1,5 жыл уақыт болды. Осы 1,5 жылдың ішінде өте көп мағлұматтар жинадым. Соны сіздермен бөліспесем болмайды деп шештім. Мені бұрыннан танитындар жақсы біледі. Онша-мұнша нәрселерді түсіріп, онша-мұнша нәрселерді айта бермеймін. Сонымен бүгінгі видеомыз ағылшын тіліне қатысты болады. Өздеріңіз білесіздер, YouTube-та ақтарып жүрген болсаңыздар, ағылшын тілін үйренуге байланысты YouTube-та миллион видео бар. Қай тілде іздесеңіз де, қазақшада, ағылшыншада, орысшада, кез келген тілде ағылшын тілін үйренуге байланысты видеолар тауып аласыз. Грамматикасынан бастап қалай сөз жаттау керек, акценттер қалай, американский акцент қалай, британский акцент қалай деген сияқты. Бірақ бұл видеоның ерекшелігі, мен сіздерге ағылшын тілін үйретпеймін. Өйткені мен ұстаз емеспін, әлі өзімнің ағылшын тілі мықты емес, мен де үйренушімін. Бірақ осы ағылшын тілін үйрену процесінде мен көптеген қызықты деректерге, қызықты видеоларға тап болдым. Тіпті кейде көптеген уақытым осы пайдасыз видеоларды көрумен өтіп кетті. Осы 1,5 жылдың ішінде интернеттен санамадым, бірақ өте көп видео көрдім тілге байланысты. Сіздер де мен сияқты уақытын көп жоғалтпасын деп, сол көрген видеоларымды саралап, жұмырлап сіздерге ұсынамын. Тілге байланысты бірінші қағида бар, ол мақсат айқын болу керек. Мақсат айқын болмаса, ешқандай іс алға баспайды. Егер сіз қарның ашпаса, тамақ жемейтініңіз сияқты, шөлдемесеңіз су іздемейтініңіз сияқты, сіздің тілге деген қажеттілігіңіз болмаса, және ол тілді сіз не үшін оқу керектігіңізді білмейтін болсаңыз, егер әлі түсінбеген болсаңыз, онда сіз дәл қазір тіл оқуды бастамаңыз. Бұл жай ғана ермек болып қалады, хобби болып қалады, және нәтижесіз болады. Ең алдымен тіл үйренудегі ең бірінші қағиданың негізгі темірқазығының бірі ол мақсатты айқындау. Не үшін тіл оқиын деп жатсыз? Бұл сізге не үшін керек? Жай замандастарыңыз оқып жатқан екен ғана оқиын деп жатырсыз ба? Әлде шынымен бір мұқтаждық туып жатыр ма? Әлде шынымен сіз дамығыңыз келіп жатыр ма? Өскіңіз келіп жатыр ма? Ағылшын тілінде кітап оқып, ағылшын тілінде жаңалықтарды оқып, ағылшын тілінде шығатын ғылыми зерттеу мақалаларды оқығыңыз келіп, өзіңіздің таным көкжиегіңізді кеңейткіңіз келе ме? Алдымен осы сұрақтарға өзіңізге жауап беріңіз, содан кейін тіл үйренуді бастаңыз. Әйтпесе, мақсатсыз атылған жебе ешқандай нысанға тимейтін сияқты, мақсатсыз оқылған тіл ешқандай пайдасын бермейді. Егер сіз әлі ағылшын тілін оқудағы мақсатыңызды айқындамаған болсаңыз, мен сізге кішкентай жәрдем беріп жіберейін. Білесіз, қанша тіл білсең, сонша адамсың деген қағида бар, иә? Сондай-ақ осы жер планетасында 50%-ға жуық ғылыми жаңалықтар ағылшын тілінде шығады. Енді елестетіңіз, 50%-ға жуық ғылыми жаңалықтар. Қандай мүмкіндік, қандай кеңістік. Өзгелерден бұрын аударылмай жатып, сіз ең бірінші сол ғылыми жаңалықтарды оқып, өзіңіздің таным көкжиегіңізді кеңейтесіз. Сондай-ақ әлемде 600-ге жуық университет ағылшын тілінде тегін онлайн сабақтарын өзінің студенттеріне береді. Яғни, сіз ағылшын тілін білетін болсаңыз, 600-ге жуық университетте ағылшынша тегін сабақ ала аласыз, кәдімгі диплом аласыз. Керемет мүмкіндік емес пе? Әрине, сосын ағылшын тілін білсеңіз, кез келген мемлекетте оңай тұра аласыз, адамдармен оңай араласып кетесіз, және кез келген жұмысқа тұрып кетуге 95% мүмкіндігіңіз бар. Сондай-ақ ағылшын тілі сізге өз салаңызды жітік меңгеруге өз мүмкіндігін, өз жолын ашады. Себебі, мысалы, сіз дизайнер болсаңыз, немесе бір оператор болсаңыз, шетелдегі ағылшын тілді дәл өзіңіз сияқты мамандармен байланысып, тәжірибе алмассаңыз болады. Оларда мықты программалар болса, сұрап алып, өзіңізге жүктесеңіз болады. Бұл жай ғана бір мысал. Әр түрлі салада өзіңізді дамыта аласыз осылай. Достарыңыз көп болады. Сіз тек қана ауылдағы немесе қаладағы немесе өзіңіз тұратын республикадағы ғана достарыңыз емес, бүкіл әлем бойынша сіздің достарыңыз болады. Бұл жай ғана бір-екі ғана мысал, мұны барлықтарыңыз біліп отырсыздар. Мұны жай ғана мақсаттарыңызды айқындауға бір кішкене септігімді тигізейін деп айтып отырмын. Менің басымнан мынандай оқиға өтті, мұны ешқашан ұмытпаймын, және өмір бойы айтып өтетін болам. Білесіздер, менің орысшам жақсы емес, мен бұрыннан жақсы білетін достарым жақсы білет. Орысшаны да енді үйреніп жатырмын, ағылшыншам да сол шамалас. Осыдан 3-4 жыл бұрын Қытайға
Қазақстан ұлттық телеарнасымен командировкаға бардым, журналистпін. Егер білмеген болсаңыздар, мен 8 жылдан бері журналистік қызмет атқарып жүрмін. 2 жыл болып тоқтады. Сөйтіп, сол жерде CCTV деген Қытайдың ең үлкен телеарнасы бар. Сол жердегі әріптестерімізбен бірге съемкаға шықтық, әртүрлі бағдарламалар жасадық. Сол жерде қырғыздар, ұйғырлар, қазақтар қалай өмір сүріп жатыр, соның барлығын түсіріп, Қазақстан телеарнасы арқылы осы елдегі ағайынға хабардар етіп отырдым. Неге екен білмеймін, сол жердегі әріптестерімізбен шамам келгенше орысша сөйлестім. Тіпті күлкілі бір интервьюларым бар, орысша интервью бердім. Оны сақтап қойдым YouTube каналыма. Кейін қартайғанда, Құдай жазса, қартайсақ, соны бір көріп бір күлетін сәт. Кейін уақыт өте 2 айдан, жоқ 2 ай емес, сол съемка біте салысымен сол жердегі CCTV-дағы әріптестерім айтты, берік сен біздің Қытайға ауыс, CCTV-ға жұмысқа кел, орыс диктор боласың деді. Енді елестетіңіз, орысша білмеймін. Айттым, кешіріңіз, менің орысшамды білесіз ғой, интервью алған кезде қандай жағдай болған білесіз деп түсіндірсем, жоқ, берік сенің жұмысың бізге ұнады, қызметің ұнады, өз ісіңнің маман екенсің деді. Бұл мен өзім мақтап айтып жатқан жоқпын, солардың айтқан сіздерге ақпарат ретінде айтып жатқан ғой. Сонымен онда саған 6 ай береміз берік деді. Орысша жақсылап үйрен, саған жете ма? Сені Қытайдан үй береміз, бір қателеспесем $3000 айлық береміз деді. Жарайды деп қоштастық. Енді Қазақстан телеарнасына келдім, ары қарай жұмысымды атқара бердім. Енді орысша үйренуге несін жасырайық, мүмкіндігім болған жоқ, себебі орыс достарым да жоқ. 6 айдан кейін поштама жаңағы Қытай хабарласып отыр. Берік, ағылшын тілін үйрендіңіз ба? Біз сізді әлі күтіп отырмыз, резюмеңіз жіберіңіз, билет ала берейік па дейді. Жоқ, ағылшын тіл деппін ғой, орысша үйрендіңіз ба дейді. Сосын таң қалдым, жазып жібердім, кешіріңіз, мен өкінішке қарай орысша үйренген жоқпын. Ағылшыншамда күшті емес, осы Қазақстан телеарнасында жұмыс істей берем. Ұсыныс білдіргендеріңізге көп рахмет деп, енді барынша әдептілікпен, мәдениеттілікпен жауап беріп, сол тақырыпты жаптым. Бірақ несін жасырайын, көкейімде өкініш болды. Ойлаңызшы, осыдан қанша 4-5 жыл бұрын ғой, жап-жаспыз. Пекин, білесіздер қандай қала екен. Пекиннің қақ ортасынан үйің болса, $3000 айлығың болса, әке-шешеңе де ауылға жіберіп отырасың, өзіңде жақсы өмір сүресің деген сияқты. Одан кейін, одан бөлек ең негізгісі халықаралық сенде тәжірибе болады, өзің журналистиканы шыңдауға мүмкіндік болады. Сондай бір орыс тілін білмеуінің себебінен сондай мүмкіндіктерден айырылып қалдым. Кім білет, сіздің де өміріңізде осындай керемет мүмкіндіктер тұрған шығар. Мен ойлаған жоқпын, мені Қытайға жұмысқа шақырады деп, үлкен телеарнаға. Сіз де әлі ойлаған жоқсыз. Сізді әлемде үлкен жобалар күтіп тұрғанын, мүмкін әлемдік халықаралық бір жобаларда, халықаралық командалармен жұмыс жасайтын шығарсыз. Сіздің еш жеріңіз кем емес, бірақ ағылшын тілін білмесеңіз, тіліңіз кем болуы мүмкін. Сөйтіп мен сияқты өкініп өмір бойы осы мысалды өзіңіздің балаларыңызға айтып жүресіз. Сонымен ағылшын тілін үйренудің жолдары өте көп. Оған қазір ағылшын тілін үйренуге мүмкіндік жоқ, қиын ғой деп сылтау айтудың өзі күлкілі. YouTube-ты ашып қалсаңыз, видеолар бар, дүкенге барып қалсаңыз, өзің оқып үйренетін ағылшыншалар бар. Тіпті қалаңыздағы Google-ға жазып, менің қаламда ағылшын тілі үйрететін орталықтар деп жазсаңыз, сізге мыңдаған, мың демей ақ қойыншы, енді бір 50, кем дегенде 30 ағылшын тілін үйрететін курстарды шығарып береді. Ағылшын тілін үйренуге уақыт қана жоқ болуы мүмкін, және қызығушылық қана жоқ болуы мүмкін, бірақ мүмкіндік толығымен бар. Ағылшын тілін үйренудегі өзінің негізгі қағидалары бар. Біріншісін айттым, жаңа мақсат дедім. Одан кейінгі негізгі қағиданың бірі ол жазу, достар, осын ұмытып кетпеңіздер. Сіз мейлі YouTube-тан видео көріңіз, мейлі ағылшынша кино көріңіз, мейлі ағылшынша музыка тыңдаңыз, мейлі BBC-дан ағылшынша жаңалықтар тыңдаңыз. Егер сіз өзіңіздің тыңдағаныңызды, өзіңіздің үйреніп жатқаныңызды жазбасаңыз, онда ол еш уақытта көркеймейді, жемісін бермейді. Жазу ол кәдімгі темір қазық ағылшын тілінің. Жазсаңыз қайталауға да оңай, жазсаңыз еске түсіруге де оңай, жазсаңыз ұмытып қалсаңыз сол парақты ашасыз да қай сөз еді деп тез көз алдыңызға келтіре саласыз, тез жаттай саласыз. Екінші қағида ол әрине қайталау. Мұны жақсы білесіздер. Сіздің жазғаныңыздан пайда болмайды, егер сол жазғаныңызды қайталамасаңыз. Қайталау ол жаттауға алып барады. Қайталау ол екінші негізгі қағида, осыны ұмытпаңыздар. Одан кейін әрине қайталағанды жаттау үшіншісі. Жазасыз, қайталайсыз, жаттайсыз. Егер сіз жаттамасаңыз, қайталағаныңыздан да, жазғаныңыздан да пайда жоқ. Енді ең үлкен негізгі нәрсе бар, ол практика.
сіз жазғаныңыздан да, қайталағаныңыздан да, жаттағаныңыздан да мүлде пайда болмайды, егер сіз оны тәжірибе жүзінде пайдаланбасаңыз. Тәжірибе қалай жасайсыз? Сіз Америкада тұрып жатқан жоқсыз, сіз Англияда емессіз, сіздің ағылшын тілінде сөйлесетін достарыңыз жоқ, мектептегі мұғаліммен немесе университеттегі ағылшын тілінен беретін апаймен қазақша немесе орысша сөйлесіп қоя бересіз. Бұндай кезде ағылшын тіліңіз дамымайды. Сіз біліңіз, сіздің қалаңызда ағылшын тілі клубтары бар. Қателеспесем, әр сенбі немесе жексенбі сайын қазақша да білмейтін, орысша да білмейтін шетелдік адам келіп, сол клубтың мүшелерімен ағылшынша сөйлеседі, пікір алмасады, сөйтіп өздері практика жасайды, тәжірибе жасайды. Ағылшын тілі курстарына хабарлассаңыздар, сондай клубтар бар. Сол жерге дөп түссеңіз, өзіңіз жаңағы жаттағаныңызды, жазғаныңызды сол жерде тәжірибеден өткізесіз. Егер сәл мен сияқты ұялшақтау болсаңыз, English клубтарға барып, ағылшыншаңызды тәжірибеден өткізуге қысылсаңыз, онда екінші мүмкіндік бар. Сәл күлкілі, бірақ өте пайдалы. Бұл әрине өзіңізбен сөйлесесіз. Кетіп бара жатқан кезде, жолда серуендеп бара жатқан кезде, әсіресе ерте оянып, таңертең серуендеп бара жатқан кезде өзіңізбен өзіңіз ағылшынша сөйлесіп, тәжірибе жасайсыз жаттағаныңызды. Одан кейін тағы да бір сіздерге мүмкіндік айта кетейін. Мынау қазір соткамыздың барлығында Google переводчик бар ғой, сол Google переводчикті аша қалсаңыздар, кәдімгі жазғаныңызды, жаттағаныңыз сол Google переводчикқа сөйлейсіз, ол сізге мына жақтан аудармасын шығарып береді. Бұл да үлкен тәжірибе. Біріншіден тыңдайсыз, сөйлейсіз, қалай жазылатынын көресіз. Осында істесеңіз ұтылмайсыз. Ағылшын тілін үйренудің тағы да бір қағидаларының бірі ол кино көріңіз. Кино ол шынымен де ағылшын тіліңізді өте жоғары деңгейге жеткізеді. Себеп білесіздер, біз орысша оқымасақ та, орысша жақсы түсінеміз. Тіпті кей индийский киноларды орысша көріп жылайтынымыз бар. Бұны кәдімгі түсінгеннен кейін, жан жүрегімізбен сезінгеннен кейін сондай құбылыстар болады. Ағылшын тілінде дәл осылай орысша сияқты түсінетініміз сияқты сол деңгейге жеткізіп алуға мүмкіндік толық бар. Ол үшін әрине кино көресіз. Жаңа ғана батарейкам өшіп қалды, қайтадан барып көлікке барып камераның батарейкасын ауыстырып келіп, осы 1 минуттық әңгімемді бітіре салайын. Ағылшын тілін үйренудің жолдарын айтып жатырмыз. Кино туралы айттық. Біреулер болады субтитрмен көреді, біреулер субтитрсіз көреді. Әркімге әртүрлі. Менің ұсынысым, менің сіздерге беретін кеңесім, киноны ағылшынша көріңіз, және де ағылшынша субтитр қосып қойыңыз. Себебі ағылшынша естисіз, және сол естігеніңіз қалай жазылатынын көріп отырасыз. Сонымен достар, түйіндейін, түнде батып келе жатыр. Қазір отыра беретін болсақ көрінбейміз. Қызықты ақпараттарды, қызықты видеоларды келесіге де қалдырайық. Бір нәрсе айта кетейін, менің Сэнди деген ағылшын тілі мұғалімім бар Америкада. Сол айтты, Берік деді, ойыңнан шығарып таста, еш уақытта ағылшын тілін Америкаға келіп 6 айда, 5 айда, 2 айда тұрып үйреніп кете алмайсың. Тіл деген ол әсте болады деді. Осыны ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.